Қасиетті Маңғыстау жері бұл 362 әулие жатқан жер. Сондықтан да біздер әулиені құрметтейміз. Өйткені әулие деген сөз бұл негізінде уәли деген сөздің көпше түрі. Әулия деген Алланың сүйген пенделерін айтады. Ал бұның деңгейін салыстыратын болсақ, әрине бірінші деңгейде пайғамбарлар тұрады. Екінші деңгейде сахабалар тұрады. Үшінші деңгейде сахабаларды көрген табиғиндар тұрады. Одан кейін атбағу табиғиндар. Сол секілді солардың салып кеткен сара жолменен, ізіменен келе жатқан Аллаға шынайы берілген пенделер, ол және әулие пенделер. Ислам діні әрбір нәрсені назардан тыс қалдырмаған. Яғни ислам дініне қаралмаған нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне үңілетін болсақ, ілгеріде сендерге қабырларын зиярат етуді, ата-бабаларын зиярат етуді тыйым салған едік. Енді қабырларын барып зиярат етіңдер. Қайтқан кісілерін зиярат етіңдер. Өйткені қабырды зиярат ету бұл өлімді еске түсіреді. Теріс түсініктегі жүрген бауырларымыз бәлкім сол теріс бағытта ілім алған сондай бір істерді істеп жатыр деген сияқты кейбір жоқ нәрселерді де теріс түсініктегі қандас бауырларымыз адамдарды солай үркітіп, діннен бездіріп, діннен қашырып жатыр. Пайғамбарымыз айтады хадисінде: «Ассиру ва ла туассиру», сендер жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар дейді. «Башширу», сендер сүйіншілеңдер, «ва ла тунаффиру», адамдарды үркітіп шошытпаңдар дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз ешбір хадисінде, ешбір Құранның аятында бірден жаңағыдай шошытуға бұйырмаған.